Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Арнамызды қолдап тіркеле отырыңыздар. Бүгін біз бала тәрбиесіне байланысты ұмытылып бара жатқан салт дәстүрлер туралы айтатын боламыз. Қазақ отбасындағы бала тәрбиесі қазақ халқының ежелгі педагогикасы мен бала тәрбиелеу дәстүрі олардың ауыз әдебиетінен айқын көрініп тұрады. Қай ұлтта болмасын, халық ауыз әдебиетінде ең алғаш пайда болған, ең тұңғыш айтылған өлең жыр, әңгімелер балаларға тәрбие мәселесіне арналған. Өйткені баланы өз өмірінің жалғасы деп ұққан. Ерте кезде қазақ халқында бала тәрбиелеуге арналған қоғамдық орын, ясли, балалар бақшасы, мектеп болмаса да, тәрбиені балаларына бесікте жатқан кезінен бастап халықтық жырлар мен ертегілер арқылы бере бастаған. Олар өскен соң, өздерін қоршаған жаратылыстың ішкі құпиясын ғылым жолымен сезініп білмесе де, жапан түзде жолсыз жерлер мен жұлдыздарға, түрлі белгілерге қарап жол тауып, адаспай кете беретін болған. Жастайынан ақ есту, көру сезімдері шынығып, алыстағыны болжайтын, табатын ішшілде, құралайды көзге атып түсіретін мергенде болған. Кәсібі, тіршілігі тек қана мал шаруашылығына байланысты болғандықтан 6-7 жасынан ақ олар ат құлағында ойнаған. Оқу сызу өнеріне машықтанбаса да, бір естігенін қалтқысыз есте сақтайтын қабілеттілігі де күшті болған. Олар сондықтан да қызық-қызық ертегілерді, ұзақ-ұзақ жырларды жатқа айтатын болған. Бесік жыры, хайуанаттар айтысы, ертегілер, жұмбақтар мен жаңылтпаштар, мақал-мәтелдер, өтірік өлеңдер бәрі де баланы қызықтырып, оларды мәз-мейрам еткен. Сөз өнерінің әдемі кестелері олардың сөздік қорын байытып, мағыналы да мәнді сөйлеуге жаттықтыра берген. Тек бұл емес, халықтық шығармалар ішіндегі әр жақты айқын образ, оқиға барысының қызықты болуы, әдемі қисын, жақсы ұйқас бәрі де балаларды қуантып, әсер беріп, ойын шыңдап отырған. Ежелгі қазақ тәрбие ісі негізінен басты 8 түрлі мәселені қамтыған. Біріншіден, тәрбие басы алдымен әдептілікке үйретуді көздеген. Хат білмесең де әдепті бол дегенді басты міндет етіп қойған. Екіншіден, мейірімді болуға тәрбиелеген. Үшіншіден, тіл алғыш елгезек бол деп үйреткен. Бұл еңбекке баулудың алғашқы көрінісі болатын. Төртіншіден, адалдық пен шындыққа баулуды көздеген. Бесіншіден, білгір бол, ұстаз бен ғалымның көпті көрген данышпан қарияның сөзін тыңда, ақпа құлақ болма, құйма құлақ бол дегенді бойларына сіңіре берген. Алтыншыдан, үлкенді, ата-ананы сыйлауға үйретуді басты міндет етіп қойған. Жетіншіден, кісі айыбын бетіне баспа дейді халық тәрбиесі. Бұл кемшілікті айтпа деген сөз емес, кәріп-кемтарлардың табиғи кемдігін, мұрны пұшық, көзі қисық, аяғы ақсақ, шұқып көрсетпе деген сөз. Сегізіншіден, ел қорғаны, батыр бол, халыққа адал қызмет ет, бар қабілетіңсі соған жұмса дегенді үйретеді. Негізінен халықтық шығармалардың балалар мен жас өспірімдерге тигізетін бұдан басқа да тәрбиелік әсері ұшан теңіз. Халықтық шығарма балаларды адам баласының өткен ғасырлардағы тарихи өмірі, тұрмыс, әдет ғұрпы, күн көрісі, шаруашылық дәстүрі, мәдениетімен танысты ырып отырады. Балалар мен жас өспірімдерге арналған халық өлеңдерінде дүниеге жаңа келген жас нәрестенің болашағын ойлап, қолдан келер мүмкіндіктерін соның жолына бағыштауға тырысады. Халық тәрбиесі баланы жас басынан көпшіл, қоғамшыл, ынтымақшыл, сый-сияпат көрсете білетін өнегелі де әдепті адам болуын көздеген. Қолы ашық, алақаны жазық болсын, жұдырығын түйген сұм болмасын дегенді балаға жас басынан ұқтыра беруге тырысқан. Баланы күту, бағу, тәрбиелеу, әлпештеп ақ бесікке салу, оның мәңгілік қамқоршысы болу, ата-ананың борышы, басты міндеті деп білген. Бала туғанда шілдехана, жас сау, жас нәрестенің дүниеге келуін қуаныш ету, оны өздеріне бақыт санау халықтық салтқа, дәстүрге айналған. Бала ата-ананың бауыр еті, жан дүниесі деп бағаланған. Ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүр бойынша қазақ балалары тәрбиені үй ішінен, өзінің көрген білгенінен, ауыл айналасынан үйренетін. Қарапайым халықтың балалары 6-7 жасқа келісімен ақ әр түрлі жұмыстарға жегіліп, үлкендердің көмегімен жас төлдерді бағуды, күтуді өз қолдарына алатын. Олар көшпелі тұрмыстың ауыр жағдайына байланысты неше алуан қиын қыстау жағдайларды бастарынан кешіріп, тек мал,
бағумен күні өткен. Сондықтан қазақ халқы бала жұбатса да, ойнатса да, еркелетсе де, немесе оның жақсы қасиеттерін бағалағысы келсе де, өзі кәсіп еткен малдардың төлдеріне теңеп айтатын болған. Қошақаным, күлінім, ботам, ақ маралым, ақтайлағым, ақтоқтым, марқа қозым деп болған. Балаға деген осындай ілтипат оларды мейлінше кішіпейіл, рақымшыл, ұятты азамат болып өсуіне жол ашқан. Балалар мен жасөспірімдер, тіпті жігіт ағасы болған адамдар да өзінен үлкенді атымен атамай, сый құрмет көрсету үшін жақсы аға, өнері бар кісі болса ақын аға, егер өзінен едәуір үлкен болса көке, жәке, ата, ал жасы 80-нен асқан қарияларды көргенде, о, құдіретіңнен айналайын, баба деп қол қусырып, иіліп сәлем беретін болған. Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс әрі айқын сөйлеуге үйрететін, тілін дамытуға жаттықтыратын жанр да бар. Ол жаңылтпаш. Бұл жанр тікелей бала тәрбиесіне арналған бай мұра. Мұнда баланы көркем сөзге әуестендіру, соған баланы еліктіру арқылы үйрететін, жаттықтыратын шеберлік бар. Бұған басында үлкен кісілер де араласады. Баланың тіліне, оның әрбір тәтті сөздер мен тартымды қылықтарына күле отырып, оларды дұрыс сөйлеуге баулиды. Балалардың көпшілігі 7 жасқа келгенге дейін кейбір сөздерді, не бір жей келеген дыбыстарды дұрыс айта алмайды. Кейбір ерке өскен, шолжаң балалар тіпті 10 жасқа дейін сақаулана сөйлейтіні бар. Міне, осыларды болдыртпау үшін бабаларымыз баланы жас кезінен дұрыс сөйлеуге үйретуді мақсат еткен. Бала тәрбиелеуде халық өзінде бар барлық асыл сөз, даналық ойларын балаларға, жеткін шектерге арнаған. Өз өмірінің ғасырлық тәжірибесінен алынған асыл ойларын мақал мәтел етіп, үлгі өнеге ретінде өмірінің жалғасы болатын баласына, немересіне қалдырып отырған. Бала көздің нұры деп тек айтпаған. Кім болса да өз баласының білімді, өнегелі азамат болып өскенін қалайды, соны арман етеді. Сол арманын іске асыру үшін қолда бар барлық мүмкіншілігін аямайды. Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен деп үнемі оның құлағына құйып отырады. Бірақ мұның өзі де еңбексіз, әрекетсіз жайдан жай қолға түсе қалатын оңай олжа емес екенін де жасырмайды, ашық айтады. Тек қажымай қайрат көрсету арқылы ғана оның үдесіне жетуге болатынын ескертеді. Өз білмегеніңді кісіден сұра, үлкен жоқ болса кішіден сұра, қалайда қолға алған ісіңнің үдесіне жет, шыңына көтеріл дегенді насихат етеді. Ол бала тәрбиесі әр халықтың бала тәрбиесіндегі өзіндік ерекшеліктері арқылы мәдени құндылықтары қалыптасады. Ата-бабамыз ұл баланы ертеңгі абыройлы әке, қадірлі отағасы, елді қорғайтын батыр, ақын. Азамат. Ұл бала қазақта шаңырақ иесі, ата-ананың өмірін жалғастырушы болып саналады. Қазақ отбасының ерекшелігі жасы кішісінің үлкеніне сен деп сөйлемеуі, алдын кесіп өтпеуі, үлкен тұрып кішінің, әке тұрып ұлдың, шеше тұрып қыздың орынсыз сөйлемеуінде. Қазақ отбасындағы үлкенді құрметтеу қағидасы жауапкершілік, адамгершілік сезімдерін туғызады. Дұрыс бағытқа бағдарлау көп жағдайда абыройлы әкеге, үлгілі отағасына, қадірлі ағаларына байланысты. Халқымыз ұл бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Қай халықта болмасын ұл бала тәрбиесі әке меншігінде. Ата көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер дей отырып, қазақ отбасында әкелер өзінің білетін бар өнерін ұлдарына үйретіп, олар да шопан, жылқышы, мерген, аңшы, қолөнер шебері, әнші, күйші, сиқырлы етіп тәрбиелеген. Бала ес білгеннен бастап, оның құлағына сен ертеңгі шаңырақ иесің. Болашақ әкесің, сүйер жарсың, отбасын
Халқымыз ер баланы 12-15 жасынан бастап, оның алдында өмірдің дайындаған талай қиын қыстау шақтары мен қуанышты сәттері бар екендігін ескере отырып, аты аталмаған жігіттен аты аталған төбе артық деп намыстандыратын, айтсаң, үйде туып, түзде өлетін жігіттерді айт деп жігерлендіретін, өнерлі жігіт өрге озар, өнерсіз жігіт жер соғар деп қанаттандыратын, ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді, ерлік білекте емес, жүректе деп қуаттандыратын, ақыл жастан, асыл тастан деп сеніміне дем беретін. Қазақтың ұлы ойшыл ғұламаларының бірі Баласағұни өзінің құтты білік дастанында балаға тәрбиені отбасында бер, ақ маңдайлы ұл қыз туса, үйінде өсір, бөтен жерде қалдырма деп келер ұрпаққа өсиет ете отырып, баланы жас кезінен білім мен өнерге, еңбекке баулу арқылы жаны мен тәні сабақтас жетілген парасатты ұрпақ өсіретінімізді атап көрсеткен. Ата-анасын аялай, құрметтей білген баладан жақсы азамат шығады. Әкесін аман сақтап қалу үшін жанын қиған ұлдың өлімі ең бақытты өлім болып табылады деген Баласағұнидің ұстазнамалық тұжырымдамасында осындай керемет ойлар жатыр. Шығыстың басқа ұлт өкілдерінің отбасындағы сияқты қазақта дүниеге ұл келсе, тұқымымыздың жалғасы, шаңырақ иесі туды деп ұлан асыр той жасау күні бүгінгі дейін сақталған. Дүниеге ұл әкелу, әсіресе әке үшін зор бақыт, үлкен мақтаныш. Қазақта бір кісі қайтыс болса, артында қалған баласы бар ма еді деген сауалы болады. Бар деген жауап естісе, орнында бар оңалар деп бата береді. Отбасындағы ер баланың өз орны бар. Мысалы, тұңғыш ұл кейінгі іні қарындастарының қамқоршысы, ата-анасының көмекшісі, оған ағасы бардың жағасы бар деп арқа сүйенген. Кенже үл шаңырақ иесі. Басқа балалар енші алып бөлек отау құрып жатса да, кенже үл әке шешенің қолында қалады. Ұлға 30 үйден тыйым, 1000 үйден сын демекші, ер жігітке айтылар сын көп, қойылар талап жоғары. Халықтың дәстүрлі тәрбиесінде осы баға жігіт сыны деп аталады. Қазақ халқының менің үлім деп мақтаныш тұтар ұлының қандай болу керектігі былай суреттеледі. Кескін келбеті, еңсегей бойлы, өткір көзді, қара қасты, кең маңдайлы, қыр мұрынды, кең иықты, жуан білекті, темір саусақты, қадір қасиеті. Қырандай алғыр, сұңқардай өр, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қасқырдай өжет, жау жүректі, жылқы мінезді, бұландай алып, сауысқандай сақ. Қабілет екемі? Көсем жігіт, ел басқаратын жігіт, шешен жігіт, дау шешетін тұлға, батыр. Жігіт еліне қамқор, жауына ала берен жігіт, сері жігіт, аттың жүйрігін мініп, иттің алғырын ертіп. Қыранның қырағысын баптап, ат құлағында ойнап, ер қаруы, 5 қаруды сайлап, мұң құбылтып ән сақ салт дәстүрлері алып, күмбірлете күй тартатын өнерлі жігіт, жомарт жігіт, дастарханы берекелі, пейілі кең, өзі жай дары, палуан жігіт, мойны жуан, жауырыны қақпақтай, бүлшік еті темірдей, қимылы шапшаң, иненің көзінен өтерді епті, алып күш иесі. Қазақта атадан тағылым алмаған үл жаман, анадан өнеге көрмеген қыз жаман, атасыз ұл ақылға жарымас, анасыз қыз жасауға жарымас деген ұлағатты сөз бар. Сондықтан ұлттық тәрбиенің бұрынғы әдістерін бүгінгі күн талабы аясында жаңаша қарастырған жөн. Ата-бабамыз жасап, сомдап кеткен жігіттің моделін одан әрі бүгінгі күннің талабына сай жетілдіріп, өсіп келе жатқан өскелең ұрпағымыздың бойына дарыту, тағдырдың қандай тәлкегін көрсе де, қайсарлығы мен тектілігін жоғалтпаған дана халықтың ұрпағы екендігін ұғындыру, олардың бойына мақтаныш сезімін туғызу ата-ананың бірден-бір міндеті. Қыздардың анасына, ұлдардың әкесіне еліктейтіні анық. Ұл бала әкесіне ұқсас болғанын қалайды. Ұл үшін әкесінен асып түсер мықты адам жоқ. Қазақта үстелдің төрінде әкенің тұрақты орны бар, оған басқа ешкім отырмайды. Балалар әкесі наннан ауыз тигеннен соң тамақтануға кіріседі.
сосын әкелерінің ас қайыруынан соң ғана орындарынан тұрады. Әкенің мінез құлқы, өзгелермен қарым-қатынасы, ұл баланың көз алдындағы үлгі өнеге алатын, соған қарап өсетін санасы. Қазақта біреудің баласы жақсы азамат болса, оның әкесі немесе атасы жақсы кісі еді, көргенді бала екен, өнегелі жерден шыққан ғой деп мақтайды. Тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз. Отбасындағы тәрбие әрбір мүшенің өзін сақтау, ұрпақты жалғастыру, өзін-өзі сыйлау қажеттігінен туындайды. Баланы дұрыс тәрбиелеу отбасында алдымен жанұя жағдайы, онда қалыптасқан оң моральдық психологиялық ахуал, татулық пен өзара түсіністік, сүйіспеншілік пен сыйластық, отбасы мүшелерінің бір-біріне деген құрмет сезімдері, яғни отбасындағы кіршіксіз таза, мөлдір көңіл күйі тікелей ықпал етеді. Қазақта ұлдар әкесі немесе атасының бойындағы жақсы қасиеті пен өнерін үйреніп өскен. Ата өнерін ұрпағының қууы, оны мирас етуі қазақ отбасыларында жиі кезетін дәстүр. Қазақ халқының әріден келе жатқан мәдениетін және білім, тәлім-тәрбие беру жүйесінің негіздерімен жан-жақты танысу бүгінгі күннің басты бағдары, талабы десек те болады. Көне заманнан келе жатқан таным түсінік, әдеп тағылымдарын ұғыну, білу және өмірге үйлесімдерін қажетке жарату, жастардың туған халқына деген құрметінің артып, өнегелік тәрбиеміздің рухани түлей түсері даусыз. Бұлайша айтқанда, елінің өткен жолымен сан қатпарлы болмыс білімін ұғыну кейінгі ұрпақтың туған халқына деген сүйіспеншілігімен, патриоттық сезімінің зор қарқынмен жетіле түсуіне жан-жақты ықпал етпек. Қыз бала тәрбиесі ұлтымыз бала тәрбиесінде қызды өсіріп, тәрбиелеуге ерекше көңіл бөліп отырған. Баланы жастан деп қыз балаға қаршадайынан жан-жақты орнықты тәрбие беруге тырысқан. Бір алғашқы бағып өсіру тәрбиесі, бір бала шыр етіп жерге түскеннен бастап аналық мейірмен емізіп тамақтандыру, 40 күнге дейін тұз қосқан суға шомылдырып, етін шынықтыру, аяқ-қолын созып, өс-өстеп сүйектерінің қыңыр-қисық болып қалуынан сақтандыру. 2 қыз баланы 2-3 жасынан немесе тіл шыққаннан бастап сөйлетіп, тәйлей қолынан жетелеп хас тұрғызып, өздігінен жүруге талпындыру. 2 еңбекке шынықтыру тәрбиесі. 1 қыз балаға 6-7 жасынан бастап жеңіл ыдыс аяқтарды жуғызу, үй сыпырту, осыға немесе ошаққа шәугіміліп, шай қайнату, шамасына қарай көрпе, жастық, киім-кешек жаю сияқты әртүрлі үй жұмыстарына бейімдей отырып, кішкене істен үлкен іске қарай біртіндеп жетелеп қағылез, пысық, іскер, еңбекшіл болуға баулу. 2-8 жасынан бастап жоғарыдағы жұмыстарды өз еркімен істейтін әдет қалыптастыру, қазанға сүт пісіру, жеңіл тамақ істеу, нан илеу, нан жаю, нан дөңгелектеу сияқты жұмыстарды игерумен қатар кір жуу, шай құю, ыдыс аяқ жинау, оларды жуып тазалау, ыдыс аяқты жинағанда, жуғанда дауысын қатты шығармау, бәрін еппен істеуге үйрету. 3-15 жасынан бастап мал сауып алған сүтті пісіріп, ірітпей айран ұйыту, қаймақ түсіру, кілей қаймақты шайқап сары май шығару, қуырт жасау, ірімшік қайнату, қымыз ашыту, отын бұтау, от жағу, бузау, қозы, құлын байлау істеріне жаттықтыру. 4-14-15 жасынан бастап ақ уышық ұстап, жіп иіру, біз ұстап кесте тігу, ине ұстап киім тігуге икемдеу, анасы өзі бастап тақия тігіп, оған өрнек салу, аяққап, жүк жабу, сырмақ, түскес тігу, үй жиһаздарын әшекейлеу, сәндеу арқылы қол өнерге баулып, оларды дәстүрлі салтқа айналдырып, шеберлікке талпындыру. 3 әдеп иба тәрбиесі. 1 қыз баланы 3-4 жасынан әдептілікке бағыттап, оған ұзын көйлек кигізіп, етегін жауып жүруге әдеттендіру. Ар-ұят дегеннің алғашқы белгілерінен түсінік беру. 2 тілі шыққаннан бастап әдепті сөйлеуге, яғни бәдік, ерсі сөздерді аузына алмауға дағдыландыру, құлан тек жақсы сөздерге үйрету. 3 талғын кеспеу. Қонақтармен бір дастарханда отырғанда тамақты асқа тықпай ішу,
орынсыз күлмеу, жөн жосықсыз әңгіме айтпау, есікті қатты ашып жаппау, ыдыс аяқты салдырлатпау, жасы үлкендерге сіз деп сөйлеу сияқты ибалық жолына түсіру. 4. Аяқ астынан үйге үлкен кісілер сыйлы. Қонақтар келіп қалса, ішке кіруге ұсыныс жасау, олармен сәлемдескенде бәсең дауыспен сыпайы амандасу, қонақтар отырар алдында қырын отыру, үйде кішкентай балаларға қонақтардың көзінше ұрысып жекмеу секілді қарым-қатынасқа баулиды. 5. 13 жасынан бастап қыз баланың ата-анасының мақұлдауынсыз өз бетімен қыдырып кетпеу, түрлі жұмыс бабымен немесе туыс, дос, жарандар қыдырып қайту үшін басқа ауылдарға барғанда таза, ұқыпты киіну, барған үйінде өзін салмақты ұстау, орынсыз сапылдап сөйлеп, саңқылдап күлмеу, өрескел сөз айтпау, өсек аяңға араласпау, ерсі қимылдар жасамау, әсіресе сол үйде қонып қалғанда, ерлер жатқан үйден басқа жаққа жату, далаға шыққанда жалғыз шықпау сияқты тәртіп тиымдарды құлағына құяды. 6. Үйден шалғай жаққа барғанда бейтаныс ер балалармен бірге жүрмеу, орынсыз араласпау, алдауына түсіп қалмау сияқты сақтық шараларын ұстануды қатаң тапсырады. Ал енді қыз бала бой жетіп, тұрмыс құрар шаққа жеткенде лайықты жар таңдай білуге ақыл кеңес беріп, дұрыс бағыт сілтейді. Мұндайда әке қызын шешесінің тәрбиесіне тапсырып, сырттай бақылаумен шектеледі. Алайда қажет деп тапқан кезде қызына анасы арқылы өз ойын, талап тілегін жеткізеді. Әрине, жоғарыда қыз баланың тәрбиесіне байланысты айтылған ғұрып дәстүрлер өзінен өзі орындала кетпесі және белгілі. Бұларды жүзеге асыру үшін ерінбей жалықпай үйретіп көп тер төгуге тура келеді. Жалпы қыз тәрбиесінде әсіресе ананың өз іс-әрекеті көп жағдайда үлгі-өнеге болмақ. Сол үшін де шешеге қарап қыз өсер деп айтылған. Сондай-ақ қыз ақылды өсе алмас, ана үлгісін көрмесе дейді халқымыз. Сондықтан да қызының болашағын ойлаған аналар көп жағдайда өсіп келе жатқан перзентіне өз басын үлгі етеді. Айтқан ақыл кеңестерін ең алдымен өзі орындап, өзі үлгі болады. Ал мұның өз кезегінде оң нәтиже берері даусыз. Бұл қазақ аналарының сан ғасырлық өмір тәжірибесі арқылы дәлелденген қапысыз ақиқат шындық. Ұлттық ойындар дәстүрлік таным түсініктен туындайтын қазақ халқының ұлттық ойындары баланы іс-әрекетке, адамгершілік әдептерді игеруге, ақыл ойын жетілдіруге, отансүйгіштікке баулуда, салауатты өмір сүруге тәрбиелеуде теңдесі жоқ құрал. Балалар ойындарында жас ерекшелік, физиологиялық дамуына үйлесімді қимыл қозғалыс, тіл ұстарту, сөздік қорды молайту жағынан өте бай және педагогикалық заңдылықтар тапқырлықпен үйлесімді қиыстырылған. Ежелден адам ақылымен сымбатты деп білген халқымыз тұрмыс тіршілігіне байланысты туған ұлттық ойындарды бала тәрбиесіне лайықтап шебер пайдалана білген. Балаларға арналған ойындарды тәрбие мәселесінен бөліп қарауға болмайды. Қазақ халқымен бірге жасап келе жатқан ұлттық ойындар бала тәрбиесінде негізінен екі жауапты қызмет атқарады. Біріншіден, шәлуге талпындыра. Балалар ойынның қай-қайсында да мазмұнына қарай өлең, тақпақ, ән араласады. Тіпті оның тікелей мазмұнында кездеспегенмен жеңіліс тапқан топ ән айтып немесе би билеп, күлдіргі әңгіме айтып, айыбын өтеуге тиіс. Бұл ұлттық ойындағы басты ерекшелік. Ата-бабаларымыздан бізге жеткен ұлттық ойындарымыздың тарихы Қазақстан жерінде бірінші мыңжылдықта қалыптасқан. Олардың ішінде тоғызқұмалақ, қуыршақ асық ойындары Азия елдерінде, тайпалық одақтар мен алғашқы мемлекеттерде кеңінен тарады. Біздің қоғамымыздағы ұлттық ойындардың негізі шығу тегі халқымыздың көшпелі дәстүрлі шаруашылық қарекеттерінен бастау алады. Бұлардың көбісі мал шаруашылығына, аңшылыққа, жаугершілікке негізделген. Ал Қазақстан ұлттық энциклопедия кітабында қазақтың ұлттық ойындарының мән-маңызы туралы былай деп жазылған. Қазақ ұлты негізінен ұрпақ қамын басты мақсат етіп қойып, балалардың нағыз азамат болып қалыптасуына аса зор мән берген. Нәтижесінде дәстүрлі бала тәрбиесінің басты құралы ретінде ұлттық ойынды орайластырып дамытып отырған. Қазақтың ұлттық ойындары 5 түрге бөлінеді.
Олар аңға байланысты, малға байланысты, түрлі заттармен ойналып, зеректікті, ептілікті және икемділікті қажет ететін ойындар. Бұл ойындардың көбісінің ежелден қалыптасқан арнайы өлеңдері бар. Өлеңдер ойынның эстетикалық әсерін арттырып, балалардың өлең жырға деген ыстық ықыласын оятып, көңілін көтереді, дүниетанымын арттырып, еңбекке баулиды, ширықтырып, шынықтырады. Аңға байланысты ойындар ақсерек көксерек, аңшылар мен қояндар, қас-құлақ, ордағы қасқыр. Малға байланысты ойындар аларман, қойға қасқыр шапты, асау көк, бура отан, сиыр, тегін. Зеректілікті, ептілікті және икемділікті қажет ететін ойындар әйгөлік, айдапсал, атқума, аударыспақ, балтамшап, бөрік тастамақ, айғыбай, батартыс, жасы жырс бар. Күрес, қарамырза, тасыма, тылсыма, қындық, сандық, орын тап, отырмақ, санамақ, сұрақ жауап, тасымақ, тасымалдау, тең көтеру, түмпи, күшті, үй үстіндегі кім, шымбеке, тіп. Енді сол ойындардың кейбірінің ойналу ережелеріне қысқаша тоқталып өтейік. Омпы ойын командалық есепте өткізіледі. Диаметрі 10 шеңбер сызылады. Шеңбердің ортасына әр ойыншы өзінің асығын тігеді. Асықтардың қақ ортасына бір асықты омпасынан тігеді. Әр ойыншының кеудесінде нөмірі болады. Ойынның атыс кезегін анықтау үшін төреші ребе тастайды. Команда ойыншылары белгіленген нөмірінің жүйесімен шеңбер сызығынан 2 қашықтықта қатарға тұрады. Шеңбер ішінде асықтың жанында тұрған аға төреші ойын басталғандығын хабарлайды. Хатшы төреші ойыншыларды бірінші нөмірінен бастап асық атуға сөреге шақырады. Асық атуды әр команданың бірінші нөмірлі ойыншылары бастайды. Ойын барысында ұстанатын ереже: бір әр ойын сайын команда ойыншылары күнге өз асықтарын тигізсе 5 ұпай, асыққа тигізсе 1 ұпай алады. Асыққа тигізген ойыншы атуды тимей қалғанға дейін жалғастырады. Егер ойыншының сақасы асыққа тимей алшысынан түсетін болса, онда ату кезегін қайталайды. Екі жарыс команда санына байланысты топтарға бөлініп, айналым жүйесімен өткізіледі. Атып алынған асық және омпы қайтадан тігілмейді. Жарыстың жеңімпазын анықтау үшін мерелік ойында бірінші орын алған командалар өзара айналым жүйесімен қайта ойнайды. Екінші орын алғандар өзара, үшінші өзара, төртінші ойнайды. Үш мәрелік ойынға дейін командалар бірдей ұпай жинаған жағдайда сол командалардың арасындағы ойын нәтижесі алынады. Бірдей болмаған жағдайда артықшылық омпыны алған командаға беріледі. Егер команданың ешқайсысы омпыны атып алмаған жағдайда, бұл екі команданың арасында ойын қайта өткізіледі. Топтағы жиналған ұпай саны мәрелік ойындарда есепке алынбайды. 4 әр ойын алаңында аға төреші және хатшы қызмет етеді. Алшы жарыс жекелей есепте өтеді. Көнге әр ойыншы бір асықтан тігеді де, төреші сақаларды иіріп ойыншылардың кезегін анықтайды. Бірінші кезек алған ойыншы сақасын көннен алыстау жерге иіреді. Себебі сақасы тәйке түскен жағдайда оны ойыннан шығару үшін өзінен кейінгі кезектегі ойыншы көннен тұрып сақасын атады. Егер тигізсе, алдыңғы ойыншы ойыннан шығып қалады. Ал тигізген ойыншы көннен бір асық алады да, сақасы түскен жерден өз кезегі келгенде көндегі асықты атады. Келесі кезектегі ойыншы сақасын иіреді. Егер сақасы алшы түссе, көннен бір асық алады да, өз кезегі келгенде сақасы жатқан жерден асықтатады. Егер бірінші кезектегі ойыншының сақасы бүкіне шік түссе, сақасы орында жата береді де, келесі кезектегі ойыншы сақасын иіреді. Ойын осылай жалғаса береді. Мәселен, соңғы ойыншының сақасы тәйкесінен түссе, онда бірінші кезектегі ойыншы оның сақасын өз сақасының орнына атып, тигізсе бір асығын алады да, сақасы түскен жерден өз кезегіндегі асықты атады, тигізе алмаса, өзі ойыннан шығады. Ойыншылар асықты атқан кезде сақасы мен асығы бірдей жағдайда бүк-бүк, шік-шік, бұл түскенде немесе сақасы алшы түскенде ғана атқан асығын алады.
Егер атқан асығын иесі ала алмаса, келесі кезектегі ойыншы міндетті түрде осы асықты атады. Хан ойнаушылардың санына шек қойылмайды. Ойынға қатысушылар өзара келісім бойынша әрқайсысы 5-тен немесе 10-нан ортаға асықтарын шығарады да, солардың ішінен біреуін хан сайлайды. Сосын кезекпен барлық асықты жинап алып, қос қолдай иіре шашып тастап отырады. Кейде хан көп асықтың астына басылып көрінбей қалуы мүмкін. Мұндайда асықты иіруші ханды қарабасты деп жариялайды. Сол сәтте ойыншылар асықтарды бас салып талап алады. Ал егер хан бөлек ашық жатса, онда иірген бала ханмен басқа асықты ата бастайды. Мысалы, хан бүк түссе, онда хан мен бүк жатқан асықты, шік түссе, шік жатқан асықты ату керек. Осылайша ойын жалғаса береді. Ойынның шарты бойынша ханмен асықты атқан кезде басқа асықтарды қозғауға болмайды. Сөйтіп кезек алған ойыншы ойын шартын бұзғанға дейін немесе хан мен ататын асық болмай қалғанға дейін атып тұтқан асықтарын жинап алады. Ортаға салынған асықтар таусылғаннан кейін ойнаушылар қайтадан асықтарын шығарып ойынды жалғастырады. Бұл ойын негізінен ептілік пен шапшаңдықты қажет етеді. Кетісі 1. Ойынға қатысушылардың саны 2-ден аспау керек. Екеуі сақаларын қосып кезектерін анықтау үшін иіреді. Сосын бірінші кезек алған ойыншы қарсыласының сақасын атқан кезде шамасы келгенше алысқа ұшыруға тырысады. Сөйтіп сақаның алғаш жатқан жерінен ұшып барған орнына дейінгі ара қашықтықты табан ұзындығымен өлшейді. Яғни қанша табанға ұшырса, келісілген шарт бойынша сонша асығын алады. Мысалы, ойыншылар 3 табанға 1 асық немесе табан басына 1 асық деп келісулері мүмкін. Бірінші ойыншы ұтқан асығын алып. Ойын осылайша жалғаса береді. 6 бақан. Жастардың кешкілік бас қосып, ән айтып, домбыра тартып, қыздар жігіттер болып айтысып, бір-бірімен әзілдесіп көңіл көтеретін ойын сауығы. Ақшамшық қазақ халқының ерте заманнан келе жатқан дәстүрлі ойыны. Оны кей жерлерде сақина салу, сақина тастау деп те айтады. Аударыспақ қазақ, қырғыз халықтарының арасында кең тараған ойын. Атқа мінген 2 жігіт жекпе-жекке шығып, бірін-бірі аттан аударып тастауға тырысады. Соңғы кезде қалыптасқан ойындар әріп таңдау, бригада, мейрамхана, нөмір, пошта, сымсыз телефон сыңарын тап. Бұлардың ішінде бірқатар ойындар спорттық, той ойындары болып саналады. Ал енді қазақтың ұлттық ойындарының ішінде қуырмаш тәрізді жас сәбилерге арналған да ойындар бар. Ат сайысы. Бұл спорттық ойын. Оның аты омырауластыру, аударыспақ, жорға жарыс, көкпар тарту, теңге ілу, қыз қуу, қыз жарыс, сайыс түрлері бар. Олар үлкен тойларда ұйымдастырылады. Сайысқа түсетін аттар алдын ала жаратылады. Қыз қуу. Ұлттық ат спорты ойыны. Қазір бұл ойынның тұрақты ережесі жасалып, бір жүйеге келтірілді. Қазақстанда қыз қуудың алғашқы спорттық жарыстары 1923 жылы өткізілді. Содан бері мерекелік бағдарламаларға енгізіп келеді көкпар. Этнографтардың айтуынша, әуелгі атауы көк бөрі сөзінен шыққан. Бұрындары мал баққан көшпелі халықтар көк бөріні соғып алғанда, өлігін ат үстінде сүйрелеп, бір-бірінен ала қашып, мәз-мейрам болған. Кейін ол ұлттық ойынға айналған. Көкпар Орта Азия халықтарының да сүйікті ойыны. Ол жаппай тартыс және дода тартыс болып 2-ге бөлінеді. 1949 жылы елімізде көкпар жарысының жаңа ережесі бекітілді. 9 құмалақ бұл ақыл ойдың ойыны. Соңғы деректерге қарағанда, оның шығу тарихы 4000 жылдық кезеңді қамтиды. Ал кейбір мамандардың айтуынша, оның пайда болған кезі бұдан да көп уақыт болуы әбден мүмкін. 9 құмалақ өткен ғасырларда қазақ даласындағы ең кең тараған ойын болатын. Қазіргі таңда республикада оның жеке қауымдастығы бар. Облыс орталықтарында 9 құмалақты үйренемін деушілерге қауымдастықтың бөлімшелері мен үйірмелері ашылған.
Қазақстан тәуелсіздік алған жылдан бері тоғызқұмалақ ойыны да жылдан жылға дамып келеді. Бұл жерде жаңа құрылған тоғызқұмалақ федерациясының ықпалы зор болып отыр. Бүгінгі таңда осы қауымдастықтың арқасында елдің түкпір-түкпірінде үйірмелер ашылып, тоғызқұмалақтан жарыстар жиі өткізіліп келеді. Соңғы уақыттарда әлемнің көптеген елдерінде тоғызқұмалақ жақсы насихатталып жатыр. Мәселен, Моңғолияда тоғызқұмалақтан мектеп аралық олимпиада өтеді екен. Қытайда, Қара Қалпақстанда ғылыми зерттеу еңбектері мен арнайы кітаптар көптеп шығуда. Сондай-ақ көрші лес Алтайда, Қарашай-Шеркеште, сахада үйірмелер ашылып, Еуропаның біраз елдерінде тоғызқұмалақтан жарыстар өткізіліп жатыр. Жалпы қазақтың ұлттық ойындары ерлік, өжеттік, батылдық, шапшаңдық қасиеттермен қатар, әділдік пен адамгершіліктің жоғары ұстанымдарына негізделген. Өйткені ойынға қатыспай жатып-ақ оған күн ілгері көп адамдардың тер төгіп еңбек етуіне тура келеді. Мысалы, бәйгені алайық. Ол үшін алдымен оған қатысатын атты таңдап алады. Ол атты баптап, бағып күтуге тура келеді. Оның ішетін суы мен жейтін жеміне дейін қатаң қадағалауда болады. Бәйге атын баптаушылар түн ұйқысын 4 бөліп ауыр бейнет кешеді. Сондықтан қазақтың ұлттық ойындарын тек сауықтық шара деп емес, оны спорт, оны өнер, оны шаруашылық тәжірибелік маңызы бар үлкен тәрбие құралы деп бағалауымыз керек. Көшпелі қазақтардың өмір салты денсаулыққа аса зор мән берген. Атқа міну өнері жас баланы сезімі мен денесін жаттықтырудың басты және ортақ дәстүріне айналды. Боз бала да, қыз бала да жастайынан аттың құлағында ойнауға бейімделді, соған тырысты. Ұлттық ойындар арқылы салауатты өмір сүруге тәрбиелеудің бірқатар мүмкіндіктері бар. Бір, ұлттық ойын бала денесінің дұрыс қалыптасуына озат. 2. Мектепте алған білімдерін тоқтата түсуіне көмектеседі. 3. Ұлттық ойын арқылы баланың ойлау қабілеті дамиды. 4. Ұлттық ойын шыдамдылыққа, төзімділікке үйретеді. Ойын-сауық тәжірибе мен тәсіл еркіндігі, тапқырлық пен болжамның қиылысатын шебі, мұрат пен меженің тоғысқан шеңбері. Жарыссыз ойын, ойынсыз әзіл қалжың болмайды. Ойын-сауық қара күшіңді көрсететін озбырлық немесе біреудің намысын қорлайтын қастандық емес. Ой өтімділігі мен сөз өткірлігі, әбжіл қимыл әрекеттер баланың асқан шеберлігін, озық тәжірибесін еріксіз мойындатып жатады. Әділ ойын өзіңе адал серік таба білуге, онымен тіл табысуға үйретеді. Өйткені ойын үстінде адам қарсыласының олқы тұстары мен оң жақтарына ерекше мән береді. Оның олқы тұстарына бас шайқап, оң жақтарын өзіне үлгі тұтады. Ендеше жас ұрпақтың тұғыры мықты болып, дұрыс бағытта жетіле беруіне ұлттық ойындардың ұмытылмай ойналып тұруы да өз үлесін қоса бермек. Төсек тойы қыз өз үйінің оң жағынан екінші біреудікіне келін болып түскеннен кейін келген жері келіннен алдымен ұрпақ бала күтеді. Бұл қазақта бір жылдың ішінде орындалуға мөлшерленетін арман. Осы уақыттың алғашқы 3-4 айында әйелдер арасында еркектер жағы көп ести бермейтін сыбыстар басталады. Пәленшенің келіні төсегімен бірдеме көтеретін түрі бар ма деп ауылдағыларды қойып, алыстағылар дәметеді бұл арманды. Ал ене бұрынғы келіндерінен келіннің абысындары жас келіншектің өзінен бойыма ендігі бірдеме біткен шығар деп сұрай бастайды. Бөгделер келін жүкті бола бастаса денесі толып, мұрнына ноқта түсетін шығар деп сырттай бақылайды. Қазақ үшін келіннің төсегімен бала көтермеуі онша жақсы емес. Өйткені қазақ халқы өте балажанды екені белгілі. Туғанға күн, қыз туғанға ай туады деп қызын ұзатқан жаққа да, ұлын үйлендірген жаққа да некеден кейінгі ең керек бақыт бала. Сондықтан да қазақ халқы қызының некесі оқылғаннан кейін қызының төсек орнын, күйеу алғаш жататын күні, екі жастың пәк төсегін жақындарының ішіндегі ең көргенді көп балалы келінге ырымдап салғызады.
Қыздың шешесі дайындалған төсекке келіп аршаның түтінімен ырымдайды. Алла тағалаға құлшылығын айтып, екі баласын пәле жаладан аулақ болуын, қосақтармен бірге қартаюын. Екеуінен өзге жолы. Осы екі шарт біткеннен соң екеуінің той төсегінде бірге жатуға төсек салған жеңге рұқсат етеді. Бұл тәртіп келін ұзатылып барғаннан кейін күйеу баланың дәл сондай көргенді көп балалы жеңгесі арқылы және қайталанады. Ондағы ене де құдағиының құлшылығын қайталайды. Қазақтың тәртібінде жоғарыдағы шарттар орындалмайынша қалыңдыққа күйеу баланың жолауы мүмкін емес. Ал егер бұл шарт сақталмаса, көргенсіздік орын алыпты дейді. Қазақта көргенсіз дегенді естігеннен өле қалған әлде қайда жеңіл. Осылайша Құдай қосқан қосағына қосылған зайыбы төсегімен жүкті болуы мүмкін. Міне, осыдан кейін жас келін бойына біткен баланы астыртын етене бір абысынын айтады. Ол енесіне жеткізеді. Денесі толып, өңі нұрланып, беті кірлеп жүргенін көрген бөгделер де үлкен үйдегі енеге бұл жақсылықты қуаныш ретінде айтып, ол кісінің болашақ қуаныш үшін бірнеше әйелдердің басын құрап, кішігірім той өткізуін, кәде жасауын қолқалайды. Бұл қуанышты асыға күтіп жүрген ене жар салмаса да, сыйлас кісілердің басын қосып, еркектер араласпайтын төсек тойы делінетін отырыс жасап береді. Бұл дәстүр бір жағынан жақын арада немерелі болатынның қуанышы болса, енді бір жағынан болашақ немеренің өз ұлынан екендігіне деген сенім. Бұл жақсылық хабарды айта барған әйелге келіннің төркініндегі шешесі кәдімгідей сүйінші береді. Екі құдағидың арасы осыдан соң тіпті жақындай түседі. Қатын алма қайын ал деген осы деп күйеу бала да қайын жұртын сыйлай түседі. Керегеге орамал таңу қамқор ене келін түскен кезде ақ үл немерелі болу үшін оған ырымдап алғаш сойылған малдың үлтабарын жегізеді. Ал жүкті әйел болса, біреудің үйіне өз дастарханынан апарған дәмді қыз тауып қоям деп жемейді. Ауылдағы тәжірибелі әйелдер келін бойындағы сол өзгерістен оның жүкті болғанын сезе қояды. Олар келіннің құрсағы ақ айранға тойыпты, ақ алғысты болыпты деп енесіне тұспалдап жеткізеді. Осы емеуріннен ақ енесі келіннің бойына бала біткенін біліп, қуанышты хабарды жеткізген әйелге ризашылығын білдіреді. Келінді атамыздың аруағы қолдап жүрсін деп ауылдағы үлкен үйдің оң керегесіне ақ орамал таңады. Осы керегеге орамал таңу жасалғаннан кейін келіннің жүкті екенін бүкіл ауыл біледі. Құрсақ шашу егер жас келіншектің асқа тәбеті шаппай, жиі лоқсып, құсып жүргенін байқаса, оны қазақтар жерік болу деп атайды. Осы кезде оның әлде бір асқа қыласы, тәбеті ерекше ауатта тұрады. Енесі ауыл әйелдерін шақырып қонақ етеді. Осы кішігірім той құрсақ шашу делінеді. Бұл томалаққа жиналған тәжірибелі аналар өз үйлерінен бір-бір дәм пісіріп әкеледі. Оның себебі келіннің жерік болып жүрген асын тауып беру. Егер осы асы таптырмаса, екі жерігі қанбаса, ол босанғанша ішкен тамағын құса береді, тамағы бойына сіңбейді. Мұны халық ит жерік болу дейді. Ит жерік болып дүниеге келген сәбидің еш жиғанша аузынан сілекейі аққыш болады. Жолбарыстың жүрегіне, аюдың етіне, бүркіттің миына жерік болған әйелдерден болашақ алып батырлар, ерен ойшылдар туатындығы туралы көптеген аңыздар ел ішінде әлі күнге дейін сақталған. Ене келінге қамқоршы енесі аяғы ауырлаған келіннің мезгілімен тамақтануына баса көңіл бөледі, оған көбінесе ақтан жасалған тамақтарын береді. Жазды күні келіннің тәбетін ашу үшін жуа әкеліп жегізеді. Далада өсетін жабайы жуа мен ит жуаның көбінесе ит жуасы таңдалады. Іштегі бала шымыр болсын деген ниетпен келінге сағыз шайнады. Жерімізде жиі кездесетін құм сағыз, жер сағыз, қарағай сағыздардың ішінен құм сағыз ғана таңдалып алынады. Мүмкіндіктер болса тауда өсетін рау ағаш, қымыздық теріп әкеліп береді. Рау ағашты жесе сәбидің көзі көреген, құлағы естігіш болады, ал қымыздық баланың тәбетін ашады. Болашақ сәби еңбектей бастаған кезде жар жағалап, бор жалап кесек жейтіні белгілі.
Бұл сәби организмінде белгілі бір мөлшерде минералдардың жетіспеуінен болатындығы бүгінгі таңда ғылыми тұрғыдан да дәлелденген. Мұны аңғарған халқымыз ежелден сәби құрсақта жатқанда алдын ала қам жасаған. Сондықтан судың бұрын иірім болған орнын тауып, осы жерден саздың иісі шығатын қайырым топырағын үйге әкеліп қояды да, баланың сүйегінің қалыптасуына керек, кейін бөпең бор істемейді деп мөлшерлеп жегізіп отырады. Құрсақты әйелге көбіне жас сорпа ішкізіп қызыл ірімшік жегізеді. Халық түсінігі бойынша ақ ірімшік жеген әйелдің баласының сүйегі бос, ал қызыл ірімшік жеген ананың сәбиінің сүйегі берік болады. Келіннің тазалығына да айрықша көңіл бөлінеді, жиі шомылдырады. Жұпар иісті көкемарал, марал оты, шөбін пайдаланады. Оның иісі іштегі баланың тыныс мүші жетіледі. Шомылдырар алдына аш әкеліп төтеді. Жүкті әйелдің беті жарылып, дақ түспес үшін бие сүтінің көбігін бетіне жағады. Ана тісінің таза болуында әсте естен шығармайды. Түрлі тамақ қалдықтарынан бөлінетін жағымсыз дәм мен иістер іштегі балаға әсер етіп, оның жүрегін айнытпас үшін күніне 2 рет таңертең және жатар алдында қара жусанның қайнатылған сумен, болмаса қара тікен тұзбен аузын шайғызады. Парасатты ене келіннің әрқашан көтеріңкі көңіл күйде жүруін қадағалайды, әзіл әңгімелермен күлдіріп отырады. Арагідік келін көңіл деп аталатын жастардың қызықты бас қосуын ұйымдастырып, келіне жиі ән күй тыңдатқызады. Халықта 2 қабат келін жыласа, оның баласы жазық болып туады деген түсінік бар. Соны ескеріп, шошынбас үшін қайғылы хабар болса, қашан аман есен босанғанша естіртпеуге тырысады. Мезгілімен ұйықтатып, таза ауада мейлінше жиі болып, сергеп жүруін қадағалайды. Әйелдің жүкті кезінде ескерілетін халықтық түсінікке негізделген мынандай ырымдар бар. Итке кет деуге болмайды. Бұл толғақты ауырлатуы мүмкін. Арқан есуге болмайды. Әйел босанар үстінде бала кіндігіне оралып қалуы мүмкін. Тең бұл қаптың аузын жабуға рұқсат етілмейді. Керісінше жабулы заттарды ашуға, улы нәрселерді шешуге болады. Түйе етін жеуге болмайды. Бұлай етсе, жүкті келіншек баласын 9 ай емес, 12 ай көтеруі мүмкін. Бұл ырымдардың түп төркіні көне наным түсінікке сенген дәуірге барып тіреледі. Тәжірибелі енелер алдын ала түсікті болдырмас үшін келіннің етегін бүріп қояды. Шошымас үшін далаға түнде ешқашан жалғыз шығармайды. Келіннің мезгілі жақындаған кезде мейірбан енесі оған қара жерді басқызып, кеудесі түкті жер ана, күш бер, қуат бер деп жалаң аяқ жүргізеді. Осы ұстанымдар келіннің күш қуатын шыңдайды. Босануына 3 ай қалғанда ұзын толғақ басталады. Бұл кезде көргені көп енелер бөпең айдай сұлу болсын деп айлы түнде келінін көлге шомылдырады. Ай сұлу болғанымен қызуы жоқ, сондықтан шомылған көлдің жағасынан шөп жұлып әкеліп, үйіндегі жанған ошаққа тастайды. Тіліміздегі айдай сұлу, оттай жылы болсын деген тілеу осы ғұрыпқа байланысты қалыптасса керек. Босануына 2 ай қалған кезде орта толғақ басталады. Босану уақыты мезгілінен бұрын болып қалмасын деп келіннің қолына кескіш, тескіш құралдарды, пышақ біз ұстатпайды. Жүкті әйелдің босануына 1 ай қалғанда оның ай толғағы басталады. Бұл кезде іштегі баланың еті қызылданып кетеді деп келініне жас ет жегізбейді, кіндігіне оралып қалмасын деп ине жіппен іс тіккізбейді, түсік тастайды деп жүресінен отырғызбайды. Сонымен бірге ел ішінде жас келінді ата енесі жетелеп апарып, 7 бұлақтың көзін аштыру, бұлаққа май құйып, теңге тастау, бастаудың басындағы әулие ағашқа ақ шүберек байлату секілді сенімдер де бар. Қариялар осындай іс әрекеттер арқылы сенің ата бабаң осы жерден су ішкен, толғатқан кезіңде сені демеп жебеп отырады деп келіннің күпті көңілін орнына түсіреді. Аққол ана әрбір ескі қазақ ауылында 2 қабат әйелдерді босандыруды машық қылған қолы жеңіл кемпірлер болған. Оларды ел ішінде аққол ана, қазіргі акушер деп атайды.
Аққол аналар кез келген келіншектің қай күні босанатынын тап басып біліп отырған. 9 ай 9 күн, бір айда 30 күн бар. Оның алғашқы 3 күнін аспанда ай көрінбейтін 3 күн, өлі күн деп атайды да, бір күндері 2 жастың ақтөсекте кездесулеріне тыйым салынады. Бұл халық есепшілерінің болжауына сүйенген дәстүр. Аққол аналардың өзіндік есебі бойынша аяғы ауырлаған әйел жердің әрбір айы 27 күннен тұрады. Әрбір айдың, яғни осы әр 27 күннің басы оның еттеккір келген күннен басталады. Бұл алғашқы айдың өзі 3-9-ға бөлінеді. Бірінші 9 етеккір 9-ы, екінші 9-ы арылу 9-ы, үшінші 9-ы кез десу 9-ы. Халықтық тәртіп бойынша бірінші және екінші кезеңде кездесеңдер екеуің де ауруға ұшырайсыңдар деп олардың кесуіне тыйым салынады. Халықтық түсінік бойынша үшінші 9-дың әр тақ күні неке төсекте тән қосылса, олардан ұл туады, ал жұп күндері қыз туады. Апғыста ана тал бойына біткен баласын 9 ай 9 күн көтереді. Жоғарыда атап көрсеткеніміздей, әр қайсысы 27 күннен болатын 9 айда 243 күн бар. Аққол аналар бұған үшінші кездесу 9-ын қосып есептейді. Осыдан келіп тіліміздегі 9 ай 9 күн тіркесі орныққан. Тәжірибелі ана жаңылмасы үшін сол сәтті күннен бастап дорбаға 243 құмалақ салып алады да, осы құмалақтың күніне біреуін лақтырып отырады. Осылайша жүкті әйелдің күні жақындаған сайын құмалақ саны да азая береді. Босануға 3 ай қалғанда ұзын толғағы басталады деп келіннің аман есен босануына дайындық жүргізеді. Толғақ үстінде құйымшақ сүйегі ашылмай қалмауы үшін күнде кешқұрым келіннің құйымшағынан бастап жауырынына дейін 5 саусақты батырып, құйрық майымен сылап сипайды. Тәжірибелі аналар орта толғақта іштегі бала жарық дүниеге шығуға дайындала бастайды деп есептейді. Анасының құрсағының сыртқы порымына қарап, оның ұл не қыз бала екенінде болжай алады. Егер ұл болса, іші кішкене, шошақ, үшкір болып келеді. Ал қыз бала домалақ, дөңес бітеді. Сондай-ақ ұл жоғары, ал қыз бала төмен орналасады. Әдетте қимылдағанда қыз бала сол жақтан, ұл бала оң жақтан қозғалады. Ай толғақ мерзімі болғанда іштегі бала жиі қимылдап, анасының екі бүйіріне көп салмақ түсіреді. Толғақ қысқанда әйелдің бір мүшесін ерекше ауырта келеді. Мәселен, оның тісі ауруы мүмкін. Тіліміздегі әрбір бала анасының бір тісін алады деген мақалы осыдан туған. Бұл тіс толғақ деп аталады. Осылайша анасының тізесі ауырып белгі берсе, тізе толғақ, желкесі ауырса, желке толғақ ұшырасады. Ананың ай күні толып, ай толғақ аяқталар тұста оған арнайы жеке үй дайындалады. От жағылып, су жылытады. Егер күн суық болса, киіз үйдің ішіне құрғақ қи төселіп, үстіне қалың текемет жайылады. Үйдің іші сырты, дүние мүлкі мұнтаздай тазаланады. Осы істердің басы қасында Аққол ана мен қоса қабат кіндік шеше ұйытқы болып жүреді. Оларға көмекке көрші қолаң абысын ажындар келеді. Бір кереге мен екінші керегенің арасында әйел толғатқан кезде асылып тұратын арқан керіледі. Босағасына қамшы, қылыш, қанжар әкеліп қойылады. Өйткені бұрын бұлар толғаққа кедергі келтіретін албасты, марту, жын перілерді үйге кіргізбей тұрады деген сенім болған. Немесе қоңыр аю, жолбарыс, қасқыр терісін әкеліп қойған. Бұл дәстүр киеміз, татем, қолдап қостасын деген наным сенімнен туған. Аққол аналар бала түсер жолдың аузының ашылуын саусағымен өлшеп көреді. Егер 5 еліден асып 7 еліге жетсе, 5 елі ашылса белге түседі, 7 елі ашылса жерге түседі деп мезгілі жеттіге санайды. Осы сәтте оң ба оң ырымы жасалады. Келіншекті көрпеге орап алып, бір жағындағылар оң ба деп аунатады. Оң деп қарсы алған қарсы жақ оң ба деп қайтадан кері аунатады. Осылайша 3 рет аунатып алған келіншекті көтеріп әкеліп ергенекке есіктің маңдайшасына оң деп 3 рет тигізеді. Осылай істесе ғана бала оң келіп келіншек жайлы бол санат деген түсінік бар.
Жарысқазан қуанышы қойнына сыймай жүрген көңілі күпті енесі дереу ала қыстай сақтаған жылы жұмсағын қазанға салып, жарысқазан асу қамына кіріседі. Самаурын қойылып, табаққа сүт пісіріледі, үй ішіндегі әбдірелер ашылып, теңдер шешіледі, әдейі арнап түйрелген қарыннан май, қаптан құрт алынады. Зын арқанды өткермелеп байлап шығады, екінші ұшынан оп-оңай тарқатып жібереді. Арша тұтатылып, толғатқан әйелдің басынан айналдырып аластайды, етек жағынан күкірт түтетеді. Мұның бәрі толғағы оп-оңай, әбдіре ашылғандай, тең шешілгендей, түйін тарқатылғандай, шай қайнатымда, сүт пісірімде, ет піскенше, жарыс қазанмен бірге жарыса, тез босансын деген ниеттен туған салт. Әйелдің толғағы жиілей бастағанда, ауылдың әйелдері үйдің ішіне қаралы арқан керіп, оған әйелді мықтап ұстатып, өздері етектеріне сүрініп айналасында болады. Кемпірлер толғатып отырған әйелден білген көмектерін, тәжірибелерін аямайды. Жаратушы иелерінен жалбарынып тұс-тұстан медет сұрайды. Бір-екі бала келсаппен жерді айна ала төпештеп түсті ме деп зыр жүгіреді. Қалған әйелдер дүниеге есігін ашқалы тұрған бір жапырақ қазақтың игілігіне бола сойылған малдың етінен босанатын әйелге, жиылғандарға ас дайындап жата. Мұның аты жарысқазан. Жарысқазан аталатыны мұндайда аяу, ірку, мөлшерлеу деген болмауы керек. Сондықтан қазандар қатар-қатар қайнап жатуы шарт. Егер әйел босана алмай, қатты қиналса, бел тарту әдісі қолданылған. Арнай шақырылған қарулы ер адам толғатқан әйелдің белін қапсыра, құшақтай, ішін төмен басып, босануына көмектеседі. Апбала көлденең келсе, жаңа сойылған малдың шегін қолына теріс айналдырып киген ақ қолана қол салып, түзетіп жіберетін болған. Кейде баланың теріс келуі де мүмкін. Мұндай жағдайда толғатқан әйелді арқанға екі аяғын жоғары, басын төмен қаратып басып, әйелдің ішін қолмен сылау арқылы баланы оңдап, оп-оңай босандырып алатын. Кіндік шеше бала дүниеге келісімен дауысы шығуы үшін құйрығынан шарт еткізіп ұрады да кіндігін кеседі. Сәбидің кіндігін кескен әйел кіндік шеше аталады. Екі жас үйленіп жатқан кезде кіндік шеше болуды қалап алатын әйелдер болады. Ол үшін алдымен екі жасты арнайы қонаққа шақырып, өз дастарханынан дәм таттырады. Осыдан кейін екі үй арасында қарым-қатынас жиілеп жарастық орнайды. Кіндік шешеге біршама міндеттер жүктеледі. Жүкті әйелді күту, босану үстінде, басы қасында болу, баланың кіндігін кесу. Ол нәрестеге қырқынан шыққанда киетін ит көйлек тігіп алып келеді. Бала ер жетіп, ел қатарына қосылғанша өз назарынан тыс қалдырмай әрдайым қамқор болып жүреді. Халық ұғымында баланың мінезі кіндік шешесіне тартады деген түсінік бар. Егер келіншек қиналмай босанса, әйелдер кіндік шешесінің қолы жеңіл екен десіп жатады. Бала ер жеткен соң, кіндік шешесінің бар жақсылығын ескеріп, оған кіндік кесерін береді, туған анасынан кем көрмей, өмір бойы сыйлап өтеді. Кіндік кесу кіндікті ақ балтамен кесіп, таза жіппен байлайды, түбіне күл себеді. Кіндік кескен балтаны өзге нәрсеге пайдаланбай, сақтап қояды. Байланған кіндік 3-4 күнде түседі. Ер баланың кіндігін ырымдап, үй күшік болмасын деп қырдан асырып лақтырып жібереді, ал қыз баланың кіндігін үйдің құты болсын деген оймен отбасы ошақ түбіне көмеді. Сонымен қатар бала кіндігін оқымысты болсын деген ниетпен кітап арасына сақтап қоятын, ат құлағында ойнасын деген тілекпен аттың жалына байлайтын ырымдар да бар. Тіліміздегі кіндік кескен жер, кіндік қаны тамған жер деген қадірлі, қасиетті сөздер осы дәстүрге байланысты қалыптасқан. Сәби келді, сонымен бала іңгәліп жерге түсімен сырттағы көзі 4 болып отырған әкеге, қалған еркектерге, желаяқ әйелдің бірі барып қыз болса, кестеші, үл болса, жылқышы деп хабарлайды, сүйінші алады. Ауыл аймақ бүлгіні бір жырғайды, өте-мөте әйелдер жағы. Сүйіншіні қолма-қол бермесе, бара сала жұлып алған тымақ пен кимешек шылаушты қашан аларын алғанша қайтарып бермей, ата-ененің басын тоқырайтып қояды. Сол күні бір әйел балаға кіндік шеше болады да, ол босанған әйелге қалжа келеді.
жарыс қазанның бір жағында, оның да қазаны қайнап, күтімнің бір жағын сол көтеріп жатады. Абдағы шілдехананың жүгіне де ол ортақ болуға міндетті. Баланың әке шешесі мұның есесіне оның қалағанын береді. Жарық дүниеге келген сәбиді емізбестен бұрын қайнатылған таза суға малынған қасқырдың немесе сырттанның жүнімен ауыздандырады. Жаңа туған нәрестені бірінші рет сабындап шомылдырады. Шомылдырар алдында тілін жұтып қоймау үшін баланың тілін тартады. Абдымен баланы төбесінен бастап жуады. Одан соң судан шошынып қалмас үшін екі аяғын батырып денесін үйретеді. Алғаш суға түсірілгенде су тимеген жері қалмай, таза жуылуы қатты ескеріледі. Шомылдырған соң кіндік түбіне қойдың майын жағып, байлап құндақтап анасының жанына жатқызады.